Келесі тақырып бүгінге ол Құранның 23 жылға бөлініп түсуінің хикметтері. Алла тағала қаласа Құранды бір күнде түсуге шамасы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда құдіреті жетеді. Неліктен бұл Алланың сөзі 23 жылға түсті, белгілі бір уақыт алды. Муса пайғамбарға Таурат түскенде Тур тауында қысқа уақыт емес, Инжил Иса пайғамбарға түскенде емес, 23 жыл уақыт алды. Бұның көптеген хикметі бар, ғалымдар атап мынаны өткен. Біріншіден деген жұбату деген. Қандай қатысы бар делік? Жұбату мен Құраннан 23 жылға түскен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке дәуірінде пайғамбарлық кеми тұрып, яғни 40 жасқа дейін қоғамда кім еді? Қоғамда құрметті бір азамат еді. Әмин деген сипатқа, яғни сенімді адам еді. Саудада, туыстық қарым-қатынаспен, достарымен, бүткіл ауласымен делік. Ол кезде Мекке қазіргі бір ауыл форматында ғой, енді ол кезде мегаполис қой. Қалай болса да пайғамбарымыз Мекке араб жұртшылығына өзінің бір парасаттылығымен танылған еді. Бір құрметті бір азамат еді. Пайғамбар келгеннен бастап дүниенің проблемасын туындайды. Бойкот жарияланады. Мүшриктер қыздарын талақ етіп, ұлдарын алады өздеріне қайтып. Тікен төгеді. Басына шек қарын мәселе тастайды. Қудалайды өз сүйікті үйінен. Жынды дейді. Сиқыршы дейді. Айтпаған сөзді айтады. Ауыр мәселеде. Мысалы, біз ауылға барайық, туған өскен ауылымызға. Мен өз ауылыма барсам, ауылыма барған кездегі ауылдағы балалар делік, бәлки таныстар, құрдастар жамандаса, балағаттаса, сен одан пәксің. Қандай жағдайда боласың? Қиын мәселе ғой, өз туған жерін, өз туыстарын сенен бет бұрып кетсе де, пайғамбарымызға да пайғамбарлық келген кезде қиыншылық басталады. Бұл қиыншылық 23 жыл бойы жалғасады. Әрине меккелік уақыт кезеңде ұзағы көбірек болған, мәдиналық кезеңге қарағанда. Енді бала кішкентай сәби жылаған кезде бір еркелетіп жұбатасың ғой, сол сияқты жылаған сайын еркелетесің да. Десе болды, атасы да, әжесі де, мамасы да, әкесі де, бауырлары да бәрі жүгіреді ғой кішкентай сәбиге жұбату үшін. Алладан да пайғамбарымызға жұбату форматынан дегенде. Өйткені мүшриктер тарапынан қысым көп болған. Алла тағала тарапынан Жибрил періште келетін болғанда, я Мұхаммад, Алладан саған сәлем бар дейтін болғанда. Болды. Алланың сәлемі, Алланың сөзі саған келіп тұрсатын болса, әмбе сенің досың Жибрил періште болатын болса, бұған жетеді, жұбату әлемде жоқ та. Сен бір көлігіңді соғып алдың да, орнына бір үй берген сияқты компенсациясы. Енді пайғамбарымыз мүшриктер тарапынан болған қиыншылыққа уақи арқылы компенсировать ететін болғанда. Ал егер қиыншылық 23 жыл пайғамбарлық уақыты бойы жалған басқан болса, онда уақи да әрдайым түсіп тұрғанда. Әр қиыншылыққа бір уақи, әрбір жағдайға, оқиғаға Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көкірегіндегі бір кереметтілік ташады. Енді біз оны сезе алмаймыз ғой, адамбыз нәтижесінде. Көптеген мәселе бар. Тек ғалымдар айтқан жұбату дегенді. Еркелету мәселесі. Алла тағаланың назарында әрдайым болу мәселесі. Ұмытпау мәселесі. Ибрахим пайғамбар да сұрайды ғой. Рабби арини кейфа тухил маута. Аллахым көрсет маған өлілерді қайта тірілтесің дегенде не дейді? Афалам туъмин. Сен сенбейсің ба? Бәлә вәләкин лиятмаинна қалби. Мен иман еттім, мен сенем, алайда жүрегім нық отыру үшін дейді. Яғни Ибрахим пайғамбар улул азм, 5 пайғамбардың бірі. Халилулла, Алланың досы деген бір атаққа жеткен. Неліктен сұрады? Яғни адамзат мұқтаж кейде, көруге, кейде бір зарядқа, бір иләхи зарядқа. Енді Ибрахим пайғамбардың сұрағы да сенбегеннен емес қой. Алла тағала өлілерді тірілтетін сенген де. Тек көру процесі ол бөлек, физиологиялық деңгейде. Имани деңгей бір нық болады. Арғартай күшейеді. Екінші бәлки келесі бір этаптарға өтеді, әулиелік немесе. Білмеймін енді ол деңгейде асфиялық дейміз бе, әзкиялық дейміз бе. Сол тараптан да, сол баптан қарастыру керек бұны да. Уақидың үнемі түсіп тұру, бөлініп. Пайғамбарымыз жүрегін жайып, мейірімділікке толтырып тұрғанда, адамзатқа деген неткен мейірім. Таспен лақтырады, қойшы дейді.
бұлар аман болсын дейді. Бәлки бұлардың ұрпағынан бір адам шығатын болса, ол Алланы бір деп білетін болса жетеді дейді. Бұл компенсация да үлкен. Олай болатын болса, бірінші 23 жылға бөлініп түсудің себебі жұбату. Пайғамбарымыз саллаллаху бір жеке тұлғалық жұбатуы деген. Бұл үмметке жұбату деген. Қияметке дейін жалғасатын үмметке де бір жұбату мәселесі бар. Әр кезеңнен бір жағдай болатын болса, Құранға жүгіну, Құран оқу, намаз оқу мәселесі. Құран бізге беретіні көп. Әттеген біз аша алмаймыз да. Құранға қалай жақындайсың, Құран солай ашылады. Кешірім де болды. Кешірім де бар, мейірім де бар, шипа да бар. Идея керек па, Құран оқыды, онан табасын. Не, қандай мұқтаждығың бар, Құраннан іздеп табасын да. Өйткені жоғарыда айттық қой өткен сабақта. Құранда бәрі бар, бір нәрсе жоқ деп. Құранда жоқ нәрсе жоқ да, бәрі бар. Екінші себеп деген ғалымдар, ол енді мейірімділік, ол да бір кезең-кезеңге түсуі. Бұны бұлай түсіндірейік. Құранда енді үкім көп. Бүткіл парыз бір күнде парыз болмаған да. Бүткіл тыйым бір күнде тыйым болмаған. Өйткені Алла мейірімді бізге. Жүк көтере алмаймыз да оны. Бір күнде намаз парыз болса, ораза парыз болса, қажылық парыз болса, дәрет парыз болса, әке-шешенің құрмет парыз болса, адал ас табу парыз болса, бүткіл парыздар бір күнде парыз болса, адамның табиғатына ауыр келеді. Ол белгілі ғой, қазір дүниелік енді бәрімізге белгілі ішімдіктің арам екені, адамзатқа зиян екені ақыл түсінеді да. Ақыл түсінеді. Ол көптеген денсаулық сақтау ұйымдары 20 жыл болды, жыл сайын конференция өткізеді, арақ зиян. Бәрі біледі зиян екен. Тек осы 20 жылда неше миллионға конференция өткізген кезде арақты қойып кеткен қанша адам бар дейсің? Бұл пайғамбарлық мәселе да. Ойла, қанына сіңіп кеткен ішімдікті тастау оңай бір процесс емес қой. Табиғатына айланып кеткен. Немесе біреу құмар ойын ойнайды дейді. Қазір бізде қоғамда көп қой. Құмар ойын ойнайды. Айтасың, басымды кесем барма дейсің. Ол түбі бір амалын табады да. Егер бармаған күнде де ух деп отырады. Отырамайды. Не барғысы келіп тұрады да. Өйткені табиғатына айланған. Оны жай-жаймен алып келу керек та. Қалыпты жағдайына. Адамның ау бастағы фитри жаратылыс дейміз ғой, базовый настройка. Соға келу керек бізді. Ол да бір жай-жай болады. Өйткені бұзылған үйді қайтып тұрғызу оңай емес қой. Адамзаттың логикасы бұзылғанда 7-ші ғасырда, жахили кезеңінде. Соның барлығын қалыптастыру, ол да бір күндік іс емес. Ол бір уақытқа мұқтаж. Ол уақытта 23 жыл. Егер 23 жылда емес 10 жылда түскен десек, біз және де сұраймыз. Неліктен 10 жылда түсті депші? Бұған ғибадат, тааббуди деген мәселемен қарау керек та. Мысалы, намаздың ракағаты сияқты. Неліктен 5 намаздың парызы 4-еу, ақшам 3-еу, өтір уәжіп 3-еу, таң 2-еу деген сияқты. Неліктен? Алла солай болды. Бұл ғибадат мәселесі. Бұған логика тәуелді емес, логикадан тыс бір мәселе. Құранның 23 жылға бөлініп түсуін де осы жақтан қараған дұрыс та. Бұл Алланың қалауымен бір ғибадат форматында тааббуди бір мәселеді. Оны ақылға салсам болмайды. Яғни ақылға салып хикметтеріңіз деген жаңағындай болады. Алланың бір мейірімділігі екіншісі деген. Кейінгісі ол адамзаттың поэтапность, кезең-кезеңге бөлінуі бар ғой. Мысалы, бірінші ол класс сынып оқушысына 7-ші сыныптың тапсырмасын бермейсің ғой. 7-ші сыныптың тапсырмасы бар ғой, бар. Түк ауыр болады да. Мұсылмандар да сондай болған да. Пайғамбар уақытында, мысалы, ораза қашан парыз болды? Хижреттің 2-ші жылы. Зекет 2-ші жылы парыз болды. Қажылық мүлдем соңғы жыл парыз болды, 9-ші жыл. Енді сұрақ туындайды ғой, неліктен? Кезең-кезеңге. Яғни ораза пайғамбарлықтың 15-ші жыл парыз болғанда, 15 жыл парыз болмаған. Арақ қашан харам болды? Енді бұнда да ғалымдар арасында не бар? Ухудтан кейін 3 жылдан кейін дейді. Егер Ухуд Бадыр соғысынан кейін болса, Бадыр 2 жылдан кейін болса, яғни пайғамбарлықтың 19-ші жылы харам болды арақ. Арақтың харам болу түсу аяты түскен кезде Мәдинада арақ ақты деген мәселе бар ғой, арық сияқты таққан. Яғни төккен де мұсылмандар ғой, кәпірлер төкпеді.
яғни мұсылмандар төккен кезде Мәдина қаласында арық болып бірнеше күн иіс шығып тұрған да. Сонда бір көп арақ төккен да мұсылмандар. Яғни сонша арақ болған деген сөз оған дейін. Жандарында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жүр. 19 жыл. Кімдер? Шәкірттер, сахабалар етті. Олардың өзіне осыншама уақыт керек болды. Айша анамыз имам Бұхари риуаят еткен хадисте айтады ғой. Егер арақтың тыйым болу аяты ертерек түскен кезде дейді, бас тартпаушы еді дейді. Өйткені дейді. Сол себепті адаммен жұмыс деген, яғни намаз оқымайтын адамға тахажжудты түсіндіріп қажет жоқ ше. Немесе Рамазан оразасын ұстамаған адамға бейсенбі, дүйсенбі күні ораза ұстау сүннет деп айтып қажет жоқ та. Не болған ерте әлі. Оған этап керек, кезең керек. Бірінші қабат, екінші қабат, үшінші қабат. Ал бірінші қабаттағы мұсылманға бесінші қабаттағы тақырыпты түсіндіруге болмайды ерте. Көтере алмайды. Бұл мағынада Құран ол бір продуктовый магазин десе болады да. Барлығы бар. Көп жағдайда Құранның бір уақытта болуы қазіргі таңда негізі проблемдердің бірі ғой. Бұндан айта кетейік. Құран бар. Құраннан хронологияны алып тастайсың ба? Содан кейін түсу себептерін алып тастайсың. Ең қорқынышты кітап болады бұл. Біз өкінішке орай радикализм тәрбиелейді ол. Қазіргі таңда біз осы процестеміз. Құранда бар дейміз де аламыз. Құранда көп мәселе бар. Құраннан қашан түсті білесің ба? Қай жылы түсті білмейді. Қандай себепке байланысты түсті білесің ба? Білмейді. Онда үкім шығаруға да болмайды. Яғни ғалымдар бұл мағынада аспазшылар ғой, шеф-повар дейміз ғой. Сенің имани деңгейін 3 килограмм, яғни саған 3 килограммдық аят берем дейді. Түсіндір алдың ба? Деңгей. Бір жылдан кейін 3,5 берем дегенде ғой. Саған 2 беретін болсам, деградация, құлдырай бастайсың. 7 килограммдық аят беріп қойсам, радикализация басталады да. Яғни Құран адамның деңгейіне байланысты. Адамзатта қандай деңгей болса, Құранда оның барлығы бар. Тек оны шатастырмау маңызды да. Тура отырғызу керек. Бұны істейтін де әрине ғалымдар. Үлкен ғалымдар қазіргі 21 ғасырындағы әлем жұртшылығының деңгейін ескереді. Қандай деңгейде? Мұсылман болсын, мұсылман болмасын, яғни мұсылманға қатысты аяттар десек, сол деңгейге сай қылып шайнап беру керек та. Шай қылып. Енді тіс шықпаған балаға кесек берсең қақалып қалады ғой байғұс. Бізде қоғамда осы процесс болып жатыр да. Біздің діни сауатымыз әлі артқан жоқ, ал Құран бізде толық бар. Біз ауыр мәселені оқып қою ықтималы бар да. Сол себептен Құранды, сүннетті ұстаздардың, ғалымдардың түсіндірмесімен бірге оқу керек бізді. Әйтпесе қиын. Яғни бір кезеңге бөлінуі хикмет деген да. Үшінші хикметтердің бірі Құран этапқа бөлінген. Меккелік кезең, мәдиналық кезең. Меккеде көп жағдайда ақидалық аяттар түсті ғой. Иманға, күпірге, жәннат, тозақ, өмір, сауда-саттық, үйлену, ажырасу, ғибадат мәселесінің көбісі Мәдина қаласында түскен да. Неге? Сахабалар дайын болған. Оған амал ететін деңгейге жеткен, Алла да содан кейін берген. Олай болса Құран ол адамзаттың даму этаптары. Бірінші сыныптан 11 сыныпқа 11 жылда оқушы бітіріп шығып, сол кемелдікке жетеді ғой. Тура сол сияқты 23 жыл ол мұсылманшылықтың абсолюттық деңгейге жетуі да. Бұл 23 жыл шарт емес, бәлки қазір ерте жетесің, өйткені ол уақыттағы оқиға бар, заманның шарттары бар. Біздің гендік деңгейдегі мұсылманшылығымыз бар ғой. Құран кімге түсті? Арабтарға түсті, олар мүшрик етті. Біз этникалық деңгейде мұсылманбыз. Яғни бізге қайда жеңіл? Яғни айта алмаймыз, өтірікке қатысты аяттан 7-ші жылы түсті, маған 7 жыл әлі айтса өтірік болады дегенде болмайды. Кейбір өкімдер бар, ол бүткіл деңгейге бірдей. Мысалы, әке-шешені құрметтеу. Мен қазір бастапқы недемін, қазір құрметтемесем болмайды олай. Яғни бәріне бірдей бір өкімдері бар, және біз мұсылманшылық геніміз бар, ата-бабаларымыз бар. Біз енді батырлар мен әулиелердің ұрпағымыз деп мақтанамыз ғой. Соны ақиқаттың өмірінен көрсетпесек, бос сөз емес пе бәрі? Осы мәселе. Ал енді Құран ол 7-ші ғасырда мүшриктерге түскен. Мүлдем діні бөлек адамдар олар.
естерінде жоқ та ақиқат. Бізде бар қайта шүкір, салт дәстүріміз бар. Яғни қазір 23 қазақстандық, бәлки қазіргі 21 ғасырдағы мұсылманға ол шарт емес дегенім ғой. Егер бір кемеңгер маман ұстаз болатын болса, тез өтуге болады бұл этаптарды, намазды да, оразаны да, арақтың харам болу мәселесінде. Келесі деген оқиғаға байланысты деген. Хикметтердің бір ғой. Өйткені Құран ол zip форматта қияметке дейін болатын оқиғаларды қамту керек болды да. Өйткені Құран қияметке дейін болатын үкім шығатын бір асыл кітап. Олай болатын болса, бүткіл проблема болу керек мұнда. Және бүткіл проблеманың шешімі болу керек. Олай болатын болса, қияметке дейін болатын глобальный мәселелердің барлығын Алла Тағала сол 23 жылға сығып берген да. Ол болу керек. А бүткіл оқиға бір күнде болмайды. Мысалы, бойдаққа талақ аятын түсіндірсен, айтады, қойшы дейді, айналайын, мен әлі үйленбедім, қайдағы талақ. Сол сияқты да. Яғни оқиғалардың барысында түскен көп аяттар. Мысалы айтатын болсақ, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا деген. Алланың аяттарын арзан бағаға сатпаңдар дейді ғой. Енді бұнда көп мәселе бар ғой. Имамдар, ұстаздар зарплата алады мешіттен. Атқаратын діни рәсімдер, намаз өткізеді, жаназаға шығарады, ақша алады. Астағфиралла, харам дейді ғой. Бұл оған айтылмаған мәселе. Ау бастан бұл аяттың түсуінің себебі ғалымдар не дейді? Христиандарда ораза 40 күн ғой. Енді бізде де бар ғой, сендердің алдыларында қауымға парыз болған сияқты, бізге де парыз болды. То есть ораза баяғыдан парыз. Бұл не деген сөз? Бір кісі келген, примерно, Молдеке деген енді өз уақытында Инжилдің темасы ғой, хаварилар кезінде, бәлкі одан кейінгі оқиға ғой бұл. Мен ораза ауыр болып кетті, не сұмдық мынау? Таң атқалы, кеш батқалы аш бұру. Қойса онда айтты. Мен білмеймін, Алла сол айтты дейді. Білмеймін, болмайды, мен қиналып қалдым. Туыстарым қиналып жатыр, әйелім қиналып жатыр. Аштық деген не? Таң атқалы, кеш батқалы. Өзгерт. Қайтып өзгертем деген ғой. Ет жеме, енді шөп шалам болады деген сияқты өзгерт деген ғой. Мен саған ақысын төлеймін деген да. Сөйтіп, Алланың сөзіне өзгеріс езгереді. Яғни Рамазан, ораза айы келгенде ораза ұстаймыз. Енді шөп болады, ет болмайды, майлы болмайды дегенде өздерінің үкімдері бар ғой, әхлі китаптың. Сіздің сонда не деген? Енді ұят болмасын Алладан 10 күн қоса салайық деген ғой. Сөйтіп олар 40 күн ораза ұстайтын. Әйтпесе парызы 30 күн бәріне де. Яғни бұл аят осы оқиғаға түскен еді. Оны қазір имамдарға, молдаларға қолданамаймыз. Я бір тақуалық бабынан керек мәселе. Тек негізгі түскен себеп ол емес та. Яғни оқиға мен түсу себеп өте маңызды. Бүгінгі таңда себепсіз орындал, яғни көптеген аят бар, амал етілмейді қазір. Не? Себеп жоқ. Мысалы, мүшриктерді өлтіру мәселесі Құранда бар ма? Бар, я. Тек себеп жоқ та. Бізге жауап отқан мүшрик жоқ қазір. Бағынбай жатқан, келісімшартты бұзып жатқан. Себеп болмаса, аят бар ма? Бар. Үкім амал етілмейді. Сол сияқты уақытқа шектелген ғибадаттар бар. Рамазан ораза сияқты. Бүгін ертең ораза ұстайық десек болмайды. Рамазан емес те. Құрбан шалу сияқты. Ол Зүлхиджаның 8, 9, 10, 11 болатын ғибадатта. Яғни бұл аят жылына 4-ақ күн ғана амал етіледі. Рамазан аяты жылына 1-ақ ай ғана амал етіледі. Басқа ай, ол 11 ай бұл аят болып тұрады, тек амал етілмейді. Неғып? Уақыт жоқ, себеп жоқ. Олай болатын болса, 4-ші хикмет деген ғалымдар себепке байланысты деген. Енді әріне көптеген хикметтер бар ғой. Сол қоғамның дамуы мәселесі, кемелдікке бет бұру мәселесі, Алла Тағала бәрін ескеріп, жай берген. Олай болатын болса, бүгінгі таңда да бізде Құран бір уақытта болғанымен, өзіміз оқып, пәтуа шығарудан аулақ болу керекпіз. Оқып түсінбей қалған жеріміз болса, онда ұстаздан сұрау керек. Бірден имамнан сұрау керек та. Өйткені мамандар сол кісілер түсіндіріп береді. Сөйтіп барып, қоғамда радикалдық пікір қалыптаспайды. Бізде әркім өзінде бір оқып, бір пәтуа шығаратын бір жағдайға кеп қалдық қой, муфти көп қой өзінше. Кішкене оқып алып. Вот содан сақтану керек бізді. Соның жеңетінде бір жол бар шығар, ол да Алланың өсиеті. Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Білмесеңдер, білетіндерден сұрау керек.
Қысқаша осы ғалымдар осы хикметтерді баян еткен Құранның 20 жылға бөлініп түсуінің себептерінен.